Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бізде бүгін қазақ тілі пәнінің екінші сабағы. Жаңа тақырып әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар. Яғни бүкіл әлемде осы кітап мұрағаттары өте көп кітапханалар бар, әлемге танымал. Сол туралы аздап зерттеу жұмыстарын жасайтын боламыз және тілдік бағдар істеудің жаңа түрін өтеміз. Бүгінгі сабақтың балалар мақсаты ауызекі және ресми стильдегі мәтіндердің тақырыбын, мазмұнын, тілдік ерекшелігін салыстыру. Яғни мәтін аласыздар өздеріңіз, үйге тапсырма ретінде беремін, презентация жасауға, сол кездегі сол мәтіндердің тілдік ерекшелігін салыстырасыздар өздеріңіз үшін. Оқылым және тыңдалым материалдар бойынша негізгі ойды білдіретін сөйлемдерді іріктей отырып, жинақы мәтін жазу делінген. Бірақ бұл жерде сіздер мәтін жазбайсыздар, мен сіздерге қазір аудио, яғни тыңдалым материалын беремін. Соның ішінен өздеріңізге сұрақ қойып, сол сұраққа жауап беретін боласыздар. Қазір енді мына слайдты мен сіздерге жіберемін міндетті түрде. Содан мына жерде мына кнопканың үстіне басқан кезде, мына колонканың үстіне басқан кезде аудиоматериал жүреді. Аудиоматериалды тыңдап, мына сұрақтарға жауап, ой бөліссеңіз болады. Үшінші, төртінші сабақ. Міне осылай басқан кезде Әлемдегі кітап мұрағаттары мол кітапханалар. осылай басылады. Кітап білім бұлағы. Кітап білімнің қайнар көзі. Уақыт жоғалтпас үшін біз бұған мәнді білім береді. Келесі, уақыт жоғалтпас үшін балалар біз бұған тоқтамай-ақ қояйық. Бұны үйден өздеріңіз үшін тыңдайсыздар. Себеп салдар істеуі. Алдыңғы сабақта балалар біз істеудің мақсат істеу деген түрін өттік. Себеп салдар істеу дегеніміз не? Қимыл іс-әрекет амалдың болу-болмау себебін немесе салдарын білдіріп, не себепті, неге деген сұрақтарға жауап беретін істеу түрін себеп салдар істеуі деп атаймыз. Оларға босқа, амалсыздан, бекерге, лажсыздан, шарасыздан тағы басқа сөздер жатады. Яғни себеп салдар деп ол өзінің аты айтып тұрғандай, бір іс-әрекеттің болу немесе болмау себебін білдіреді. Не үшін болған жоқ? Кез келген сөйлемді алып талдаған кезде, мысалы аламыз, мысалы мен бардым мектепке. Мен не үшін бардым? Немесе мен бармадым мектепке. Мен не үшін бармадым? Не себепті бармадым, мысалы, я? Амалсыздан бармадым, бекерге бармадым, босқа бармадым, лажсыздан бармасын, немесе шарасыздан бармадым деген сияқты сөздерді қоюға болады. Бұл бізде сонда себеп салдар істеу болып табылады. Істеу, мен сендерге бұл істеудің басында айтқан болатынмын. Кез келген істеу сөйлем ішінде пысықтауыштың қызметін атқарады. Етістік баяндауыш, зат есім бастауыш болса, кез келген істеу пысықтауыш. Яғни оны қандай астын, қандай сызықпен сызатынымызды сіздер білесіздер, иә? Пысықтауышты қандай сызықпен сызатын едік? Терең нүкте, терең нүкте, терең нүкте. Құрамы жағынан себеп салдар сөйлер туынды түбір болып келеді. Яғни туынды түбір дейтін себебіміз түбірінде түбірмен қатар, негізгі түбірге қатар қосымша жалғанады. Ол немесе жұрнақ болуы мүмкін, немесе жалғау болуы мүмкін. Мысалы, мына босқа деген сөзді алып қарайық. Бұның түбірі, негізгі түбірі бос. Оған қа деген көнеленген босқа, қа, кімге, неге бар септігінің жұрнағы жалғанып тұр, жалғауы. Амалсыздан түбірі амал, амалсыз қандай сын есім, дан, неден, амалсыздан, кімнен, неден, қай септіктің сұрағы? Шығыс септіктің сұрағы. Бекерге, түбірі, бекер, ге, ға, ге, қаке, кімге, неге, бар септігі. Лажсыздан, лажсыздан, кімнен, неден, шығыс септігі. Шарасыздан, түбірі шара, сыз сын есімнің жұрнағы, дан, кімнен, неден, шығыс септігінің сұрағы. Яғни көлемдік типтік жалғауларының көнеленуі арқылы жасалады. Бекерге дегенде ге, ға, ге, қаке, босқа дегенде қа, ға, ге, қаке, текке дегенде ға, ке, ға, ге, қаке. Сонымен қатар балалар бұл себеп салдар істеуіне сөйлей,
көре оқи деген сондай қайталану арқылы жасалатын көнерген көсемшелер жатады. Көлем ішінде келгенде талдайтын боламыз, естеріңізде болсын. Келесі себеп салдар үстеуіне қатысты сіздерде тапсырма. Бұл тапсырманы дәптерге орындаймыз. Тапсырманың бірінші бөлігі. Бұны көшіресіздер сөйлемдерді, сосын себеп салдар үстеулерін белгілейсіздер. Себеп салдар үстеулерінің үстіне мысалы орнынан амалсыздан тұрған ол есік жаққа қарай беттеді. Бұл сөйлемдегі себеп салдар үстеуі амалсыздан, амалсызданның үстіне деп мысалы қысқартып жазсаңыздар болады, немесе бір белгімен белгілесеңіздер болады. Екінші тапсырмасы сөйлем мүшелеріне талдау, бастауыш, баяндауыш, қайсысы қай сөйлем мүшесінің міндетін атқарып тұр, соған қарай талдаймыз. Бұл бірінші тапсырма. Екінші тапсырма сіздерге үй тапсырмасы ретінде әлемге танымал кез келген елдің бір кітапханасын алып, сол туралы презентация жасау. Бұл жерде сіздерге интернет желісі, ғаламтор желісі көмекке келеді. Кез келген бір елдің кітапханасын алып, сол туралы жақсы әдемі презентация жасап, маған жекеме жібересіздер. Алдыңғы сабақта тапсырмалар бар болғандықтан сіздерде сол үшін осы сабаққа көп тапсырма бермедім. Осы екі тапсырмамен біздің сабағымыз аяқталады. Сау болыңыздар.